Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге өте пайдалы видеомен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеолардың барлығын қарап шықсаңыздар болады. Жасанды интеллектпен қалай жұмыс істеу керек, көрнекілікті қалай жасау керек, барлығы каналда тегін үйретілген. 3D презентация, комикстің жасалуы және алда өте құнды ақпараттар, материалдар салынатын болады. Ендеше бастайық. Бүгін сіздерге Canva программасында қалай Pro версиясына қалай тегін тіркелуге болатындығын көрсететін боламын. Ол үшін Canva деп Яндекске немесе Google поискке кіріп, бірінші тұрған canva.com-ға кіреміз. Кірген кезде сіздерде Pro версия ақылы түрде беріледі, яғни бағасы әртүрлі болып. Төменге түссеңіздер, мына жерде сіздерде аккаунттарыңыздың аттары жазылып тұрады. Аккаунтпен міндетті түрде тіркелулеріңіз керек. Google аккаунтпен парольдарыңызды барлығын жазасыздар, подтвердить етіп. Одан кейін сіздерде мына жерде өздеріңіздің атауларыңыз тұрады. Сол үстін басқанда тарифы деген бөлім шығады. Тарифные планы Canva деп тұр. Бұл жерде қарасаңыздар, Pro версиясы 28 000 теңге бір адамға. Бизнес дейді, ол 46 000 теңге. Енді қазір біз Pro версияны тегін алатын боламыз. Pro версияны тегін алу жолы бізде оң жақта Canva для образования деген батырманы басу керек. Преподаватели деген нұсқаны таңдаймыз. Біз школа районы дегенді, оны директорлер таңдайды. Кампус дегенді білмедім. Преподаватели деген жерде получить подтверждение дегенді басасыздар. Содан кейін сіздерден ол жерде справка сұрайды. Мектепте жұмыс істейді деген справка, немесе өздеріңіздің категорияларыңыздың суретін жіберу керек болады. Соны жібересіздер. Одан кейін қалаларыңызды сұрайды, қай мектеп екенін сұрайды, соның бәрін толтырасыздар. Барлығын толтырып болғаннан кейін подтвердить дегенді басып жібересіздер. Соны жіберіп болған кезде сіздерге 24 сағат пен 48 сағаттың арасында жауабы келетін болады. Егер сіздерді жаңағы документтеріңіз дұрыс болып Canva Pro-ны беретін болса, осылай кірген кезде сіздерде жаңағы құттықтаймыз, сіз Canva Pro версиясын тегін мұғалім ретінде алдыңыз деп сіздерге осы бетте көрінетін болады. 24 және 48 сағат арасында. Одан кейін кіріп, бірінші Canva для образования деген батырманы басасыздар да, мектепке қажетті барлық сіздерге жұмыстар тегін беріледі. Сабақ жасау, урок, рабочий лист, жұмыс парақтарын жасайсыз, кез келген пәннен, физика, математика, қазақ тілі, әдебиет, музыка барлығынан, презентация, 3D презентацияларды жасайсыз, және өз пәніңізге түрлі шаблондарды, дайын шаблондарды өзгертіп, сөздерін қолдана бересіз. Плакат в класс дейді, обучающие видео, инфография для образования, одан кейін расписание, групповая работа, виртуальный фон, барлығы түгел бұл мектепке арналған. Карточка для запоминания, шаблоны для образования төменде міне. Яғни химияға арналған слайд тұр, қарасаңыздар. Математика, мына математикаға арналған жұмыс парағы, мына жерде жазуды қазақша өзгертіп аласыз. Мына жерде тарихқа арналған шаблон, презентация шаблоны, жұмыс парағы, барлығы сіздерге бұл жерде тегін беріледі. Осы төменге түсесіздер, керек дүниелеріңізді тегін қолдана аласыздар. Мына жерде математика деп тұр. Мынау Pro версия коронамен тұрған. Бұл сіздерге тегін беріледі, өйткені біз Canva для образования деп мұғалімдерге тегін версиясын алып отырмыз. Міне мысалы, мынау тегін сіздерге беріледі шаблон. Сөздерін, жазуларын барлығын өзгертіп, өздеріңіз қолдана аласыздар. Қазір сіздерге толық көрсететін боламын. Міне бірінші бет, міне екінші бет. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады.
міндетті түрде тіркеліп алыңыздар осы Dara KZ аккаунтына. Себебі алда жасанды интеллектке қатысты барлық видеоларды, Canva-ға қатысты барлық видеоларды осы YouTube арнама салып отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға сәттілік тілеймін.